Балтарза қайырлы күн, сіздер айттыңыздар, біз жасадық. Бүгін бізде қонақта YouTube блогер Дейлин. Қош келдің. Хей, бәріңізден достар, қалайсыңдар? Мен Дейлин. Біздің алдыңғы шыққан видеода, Айшуақпен шыққан видеомызды бәрі жаздыңыздар. Дейлин шақыршы деп, мінеке, бүгін мінеке Дейлин келіп отыр. Сонымен бүгін не істейміз? Дейлиннің телефонының ішінде не бар, соны бірге білетін боламыз. Дейлиннің телефоны iPhone 13 и телефон не бар, соны бірге тамашалайтын боламыз. Сонымен кеттік. Сонымен достар, бастайық. Бірінші Дейлин YouTube блогер болғаннан кейін, Дейлинде жалпы қанша канал бар? Сен 2 канал бар, иә? Үшеу жалпы. Бірақ екеуі основной. Екеуі основной. Бір каналында 239 мың, екінші каналында 170 мың оқырманы бар. Сонымен YouTube'да Дейлин не көреді, соны көретін боламыз. Так, история кеттік. Бірінші өзінің видеосын көреді, өзінің видеосын көрген. Одан кейін нау не? Банкерсти ма? Так, ол жерде музыка бар. Музыка, да. Одан кейін Майнкрафт, Айшуақтың видеоларын көреді екен. Музыка, анименің видеоларын көреді екенсің. Қызғасың ғой, да? Аниме жалпы қарамаймын өзім көп. Қарамайсың ба? Иә. Кот в сапогах дейді. Мультфильм. Бойцовский клуб дейді. Ганвестің на рахате. Қайрат Нұртас, очоу, там тау адам дейді. Там тау адам. Так, музыка көп тыңдайды екенсің, иә? Сен үшін топ 3 ютубер кім? Біріншісі жалпы өзіміздің досымыз ол Нұрлан Қалам. Нұрлан Қалам. Так, енді Айшуақ заттап айтпақ қойын, ол енді өзім олар бөлек енді маған. Ойланасың ба? Ойланамайын қазір. Так, YouTube көп қарамайтын боласың. YouTube қарамайсың ба? Иә. Тек қана Нұрлан Қалам, Айшуақты көп. Нерде де қара көрініп тұр негізі, бұлай YouTube блогерлер қарамайтының. Музыка тыңдайды екенсің YouTube'тан. И кинолардың нелері. И то әрқайсында әртүрлі кесілімдері. Мультфильм, Кот в сапогах. Одан кейін на рахате музыка. Ютубер көп қарамаймын өзім. Бірақ өзің ютуберсің бірақ. Өзің ютубер, бірақ ютуберлік қоқы. Бір жаңалда дұрыс шығар. Сонымен, нелде көп кинолар көреді екенсің. Ютубта трейлерлер, нелер. Сен үшін ең көп, сен үшін топ 3 кино қандай? Топ 3, так. Біріншісі маған Поезд в Пусан ұнайды. Екіншісі ана Гангстер против дьявола деген. Бұл да кореянка емес па? Иә. Гангстер против. Карате пацан. Карате пацан, Джеки Чан ба? Иә. Уилл Смиттің баласы келіп түскен. Аха. Иә, сол ұнайды. Дейлиннің жалпы ютубта не көретін көрдік. Енді біз келесі бізге қызық нәрсе. Қазір таңда бүкіл адамзаттың ауру болған. Тиктокты көрейік. Ал Дейлин тиктокта қандай видеолар лайк басты, соны көрейікші. Бірінші бодибилдинг. Қызғасың соларға? Иә. Бодибилдингті? Бодибилдинг дұрыс айттың ба? Жан-Клод Ван Дамды қантайын. Екіншісі әйел ма, қыз ба? Әйел оны ғой? Әйел. Дәдеміз бастарыңызда цитаталар. Карате пацан, бағана мен көретін фильм деген, сол фильмнің нарезкісі. Кесілімі. Роналдо туралы. Сигма. Сигма ма но? Сигма. Цитаталарға көп лайк басқан негізін. Роналдо, Месси қараған Роналдоның фанатысың да? Екеуі де қадым. Екеуі де ұнайды? Бөл жағмам, екеуі ұнайды. Футболдың жанкерім десе? Жоқ, футбол көп қарамаймын, бірақ екеуі ұнайды. No. Сигмада. Мына қыз жақсы істеп тұр. Мен одан жақсы істеймін. Қойш? Конституция камера. Дейлиннің Сигмасын көреміз. Дұрыс айттың ба? Осын мен еш істей алмай қойымша. Үйде қайталап көрдім, айна. Мен көп түрім келмей деген оған. Дейлин, сен тиктокта ең көп лайк басқан цитаталарға
Sigma. Сонымен достар, Дейлинің TikTokта қандай видеоларға лайк басқанын көріңіздер. Достар, енді сізді басқа ешқандай YouTube каналда сіздердің қалай айтса болады, кумирлеріңіздің телефонын ешкім бұлай ақтармайды, ешкім көрсетпейді, ешкім білмейді. Біз сіздер үшін осыны жасап жатырмыз. Сондықтан не істейсіздер? Лайк басасыздар және комментарий жазасыздар. Келесі қонақ кім болсын? Давайте кет. Келесі. Бізде YouTube-ты көрдік, TikTok-ты көрдік. Енді біз келесі нәрсе Дейлин қандай ойындар ойны деген телефонда. Соны көрік. Бірінші ойын бізде Clash Royale екен. Оны әлі күнде ойнайсың ба? Иә. Кішкентай кезінен бастап. Қашаннан бері осындай сонда? Қанша жыл ойнап жатқанда? 2016-та бастаған шығармын. 2016-тан бері. 17-де ма? 2017-тен бері. 2017-тен бері 2023 болды. 6 жыл ма? Clash ұнайды өзім. Clash, одан кейін осының атын айта алмаймын барша. Subway Surf па? Қандай? Surfers, иә. Қандай қайтпейсіз? Subway Surfers. Subway Surfers. Екінші ойын сол екен, Subway Surfers. Екінші ойын сол. Бұны ойнайсың ба? Жалпы андай ішің құтқанда. Пойызда кетіп бара жатқанда ма? Пойызда кетіп бара жатқан ойын. Сонымен сенде екі ойын ғана бар екен, иә? Бірінші ойын Subway Surfers, екіншісі Clash Royale. Осы екі ойын. Дейлиннің ойнайтын ойыны телефонда. Келесі бізде. Енді біз қандай ойын ойнайтын көрдік, YouTube-та не көретін көрдік, қандай TikTok көретінді көрдік. Енді біз келесі нәрсе Дейлин жұмысқа қандай қосымшалар қолданады деген соны көрейік. Бізде мына жерде Lightroom, бұл фотоларға арналған. Екінші бізде тағы қандай бағдарлама бар? Өзің қолданатын. CapCut бар екен. Оны видео. TikTok-қа анау кезде қолданасың. TikTok-қа видеоларыңа қолданасың. Одан кейін мынерде тағы бана айтқандай, аты қандай? Happy Lighting деген. Happy Lighting деген. Бұны білет подписчиктермен жалпы. Задний фонда менде әртүрлі цветпен жанып тұрады. Жалпы свет, соны түсін ауыстыратын. Түсін ауыстыруға арналған, да? Яғни YouTube блогерлері керек нәрсе десе жалпы светтерде. Одан кейін яқта қандай бағдар? Google аутентификатор деген. Аутентификатор, Google аутентификатор мұны. Бұл неге арналған? Так, бұл аккаунттың защитасы үшін. Егер, взлом сондайлардан. Взлом солардан қорғайды. Менде жалпы алдында болған, екі каналында взлом етіп кетті мен. Екі канал, қалай взлом етеді сонда? Жалпы менің компьютеріме вирус кіріп кетті, и менің барлық аккаунтым взлом етіп болды солай. Ссылка бердің ба, соны бас дедің ба? Қалай? Бір приложение жіберді, рекламаға деп, и соны ашып көргенмін ғой. И сонымен компьютер қатып, ішіндегі барлықтар взлом болып кетті. Сөйтіп одан кейін не болды? Каналың бәрін тартып алып қойды ма? Каналды қайтарып берді YouTube-тың өзі. YouTube-тың өзі қайтарып берді. Жаздың ба сонда? Несіне? Ресми несіне? Иә. Қайтарып беремін жазсың? Одан кейін қалай? И басында негізі взлом ете алмадық. Мен оттым, таңертең жетті. Ағам звондайды маған. Каналыңа не болып жатыр, андай биткоин сондай болып кеткен да, сондай стрим жасап жатыр. Түсінбеймін, кәдімгідей не істерімді білмеймін, қорқып жатырмын. И сразу Нұрлан Қаламға звондадым. Кезінде ондай канал взлом болған солай. Соған звондадым. Ол айтты маған, YouTube-тың затына жазды, твиттеріне. Соған жазды, бірақ твиттер жабық болды. Сосын мен Айшоққа звондадым. Айшоқ екеуміз Дискордқа кірдік. Менде уже полный доступ кетіп қалды аккаунтқа. Полный доступ болыпса да? Айшоқ кіріп көрейін деді. И солай ана жерде менің почтам шығып тұрып, менде өзімде шықпады да кіретін кезде. Ал Айшоқта шықты. Сонымен восстановить болдым мен. Бірінші аккаунтымды. Айшоқ арқылы ма? Екіншісін YouTube қайтарды. YouTube-тың өзі қайтарды. Бана ресми парақшасын жаздыңдар? Солай қайтарды. Болашақта сіздерге де пайдалы, егер сіздер болашақта сіздерде болса, Дейлин сияқты блогер болатсаңыздар, каналыңыз тартып алатын болса, онда осылай жасасаңыздар, каналыңыздар қайтарып ала аласыздар. Енді басқа салмасын, бірақ онда көп қайталанады. Дейлин Google-дан не іздепті соны көреді. Pinterest дейді. Так. Pinterest деп айтады ма или Pinterest деп айтады ма? Ашылмады ғой? Pinterest-тен жалпы заттар көремін мен. Жалпы приложениесі бар менде. Ашылмайды екен ссылка ше? Ол жерден тек фотоларға идея, сондай заттар көремін. Google-дан ба? Pinterest-тан. Мына жерде
Погода Шымкент, погоданы іздепсің. Былай ютубтан ештеңе іздемейсің ғой? Одноклассникте отырасың ба? Жоқ. Дорама көремін аяқтан. Дорама көресің. Дорама көресің ба? Иә. Қандай дорама көресің қазір? Топ 3 дорама. Өзім тек екеуін көремін. Екеуін көргенмін, басқа көрмегенмін. Қандай? Так, біріншісі книга семьи Гу, яғни Гу әулеттің шежіресі деген. Баяғыда. Сосын екіншісі Бродяга дегенді көрген. Екіншісі Бродяга. Қазір соңғы рет көргенім? Қазір соңғы рет книга семьи Гу. Бродяга. Қазір соңғы шығып жатқан дорамалар да жақсы шығады, егер көрген болсаң. Бірақ мен қатты қызықпаймын. Қатты қызықпайсың. Ана екеуі өзіме ұнайды, соны көрген. Жумонгтан бастағам, одан емес көріп жүрмеді. Телевизордан көрген. Сонымен достар, Дейлиннің телефонда не бар, соны сіздермен бірге көрдік, білдік. Енді келесіде тағы кімді шақырайық, кімнің телефонын ақтарайық, комментария жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер және лайкты міндетті түрде басыңыздар. Себебі бұл бізге үлкен мотивация береді. Ал Дейлин, оқырмандарға айтатын сөзің болса, ертең сенің оқырмандарың көрді осы видеоны. Жалпы бәріне рахмет. Мені қолдап жүргендеріңе лайк басады. Осы тіркеліп, сол уже бұйыртса 300 мыңға да жетеміз. Сол бәріне рахмет тіркеліп отқан. Айтпақшы да, мен бір оқырманың жазған мағанша, Дейлинді шақыр, сол кезде менің атымды айтшы деп. Мади Қарымсақов деген оқырманымыз біздің алдыңғы шыққан видеода міндетті түрде мені айтшы деді. Сапаралы аға YouTube блогері, Дейлиннің телефонда не бар деген түсірші. Сені Айшуақ, Нұрлан Қаным солардың телефонында не бар екен видео түсіргенсің. Енді Дейлиннің телефонда не бар екен деген түсірші. Осы коммент оқысаң, рахмет, Алла разы болсын дейді. Одан кейін, сол видеоны түсірген, одан кейін мен жақсы түсірем деп айттым. Одан кейін сол видеоны түсірген кезде менің комментариямды көрсетші, әрі мен оның подписчик екенімді айтшы. Одан кейін номер бар ма Дейлиннің депті, енді номерін бермеймін дедім. Мади Қарымсақов, дұрыс айттым ба сені? Мінекей сені айттың, сенің атыңды атадым. Жалпы Мади, Дейлин саған алғыс айтып отыр. Қолдап, каналынан тіркеліп, лайк басып, үнемі қолдау білдіріп жүрген үшін. Сондықтан да қолдауларыңызды тоқтатпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет Дейлин.